Алматы облысының Райымбек ауданы екі әкімшілік аумаққа бөлінді. Осылайша 21 жылдан соң Нарынқол ауылы қайтадан аудан орталығы мәртебесіне ие болды. Ал Кеген ауданы қайта құрылды. Орталығы Кеген болып қала береді. Бұл тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы бұрын бірігіп, қайтадан бөлініп жатқан ең алғашқы аудан. Ардақ Айбарұлы әңгімелейді. Алматы облысындағы бұрынғы Кеген мен Нарынқол ауданы 1997 жылы біріктіріліп, Кеген ауылы 21 жыл бойы Райымбек ауданының әкімшілік орталығы болды. Елбасының жарлығына сәйкес екі аудан қайта бөлініп жатыр. Себебі елдің шетінде, желдің өтінде тұрған Нарынқол көп жылдар бойы қараусыз қалып, тоз-тозы шығып, шекара шебіндегі ауылдардан жұрты дөре көшті. Жаңадан құрылған Кеген ауданының 36 мың тұрғыны бар. Бұрын бір ғана Нарынқол мен оған қарасты 11 ауылдық округте 90 мыңнан астам халық тұрса, қазір содан қалғаны 43 мың. Көршілес Қытай Халық Республикасының қалалары шекараға тіреліп, шамдары самаладай жарқырап тұр. Ауданның қайта бөлінуінде үлкен саяси астар жатқанын бәріміз жақсы түсінеміз. Нарынқолға аудан орталығы мәртебесін бергізген елбасына алғысымыз шексіз дейді Аспан таудың баурайын мекен еткен ағайындар. Ешқандай енді жұмыс орны жоқ болғаннан кейін ауылдың бәрі тарап кетті міне. Бұрын гүлденіп тұрған ауыл еді. Әуел жер салуға жер жетпейтін. Қазір міне қараңыз енді. Бұзылып соғыстан кейінгі сияқты болып қалды ғой міне жеріміз. Енді осының бәрін қолға алса, енді бәрі жақсы болып кетеді деп үміттенеміз енді. Біздің Нарынқолымыз гүлденеді, жарқырайды, бұрынғы қалпына келеді. Өйткені біздің мына жаңа әкім келген жас келешегі бар, ауданымызды көтереді деген сенімдеміз. Кеген асып Нарынқолға жетсеңіз, ұялы телефоныңызға Қытай Халық Республикасына қош келдіңіз деген SMS хабарлама келіп түседі. Теледидар мен радиода көрші елдің тілінде сайрап тұр. Кейбір ауылдарда отандық телеарналар мүлдем көрсетпейді. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, шекара шебін нығайту үшін ондағы халықтың санын көбейту керек. Райымбек ауданында 150 штат ашылады. Нарынқолда жас мамандарға арналған 50 үй салынып, әлеуметтік нысандар мен жаңа ғимараттар бой көтере бастайды. Құрылыс жұмыстарына Алматы облысындағы барлық аудандар бірі қалмай атсалысады. Мына көшу үшін республика бюджетінен, жергілікті бюджеттен 2 миллиард теңге бөлініп жатыр. Но ол только басты, одан кейін жаңа біз көрдіңіз ғой, араладық. Жол жасау керек, тағы басқа кейбір ғимараттар тозып қалған, сынып, оны мынау қайтып жаңартуға болмайды. Соларды бәрін дұрыстап, қалпына келдіріп, тазалап мынау ауылдың ішін. Соның бәріне тағы да қаржы бөлеміз. Шыңы шашақты найзадай көкке шаншылған хан тәңірінің баурайындағы Нарынқол аудан келді деп бөркін аспанғата қуанып жатыр. Халықтың қуанышын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Аудан бөлінгенімен ағайын бөлінбейді, жер бөлінгенімен ел бөлінбейді. Туған ауылды қалпына келтіріп, қайта көркейтуге бәріміз бір кісідей атсалысамыз дейді жергілікті кәсіпкерлер мен қарапайым ауыл тұрғындары. Ардақ Айбарұлы, Олжас Байбосынов, Алматы облысынан, Хабар 24.